Әйел адамдарына пайдалы 5 азық-түлік. Әйел денсаулығы мен сұлулығы үшін ерекше қамқорлық пен күтім қажет. Күтімді келбет пен қуаттылығыңызды сақтау үшін күнделікті ас үлесінің бірнеше ережесін сақтау керек. Әйелге жылдар бойы әдемі әрі сау болуға көмектесетін 5 тағамды ұсынамыз. Бірінші, сүтті тағамдар. Ірімшік пен йогурттар табиғи сұлулығымен және сымбаттылығымен танылған француз әйелдердің ас үлесінің негізі. Барлық сүтті тағамдардың басты микроэлементі кальций болып табылады. Ол тіс, шаш және тырнақ саулығын сақтап тұрады. Сонымен қатар кальций сүйектерді қатайтады, яғни ол жетіспесе арқа мен бұлшықеттер мәселелері туындайды. Соның салдарынан омыртқа қисаяды. Екінші, қызыл балық. Балықтың майлы сұрыптарында әйел денсаулығына өте қажетті омега-3 қышқылдары болады. Омега-3 тері созылғыштығына және тығыздығына жауапты. Ол тері мембранасын зақымдауынан қорғайды. Егер мәзіріңізде қызыл балықты қоссаңыз, ерте пайда болатын әжімдердің алдын аласыз. Диетологтар ақсерке, албырт және құныс балық секілді балық түрлерін аптасына аз дегенде 2 рет жеуді ұсынады. Үшінші, С дәруменіне бай өнімдер. Киви, цитрусты жемістер, мүкжидек және болгар бұрышы әйел сұлулығына арналған басты өнімдер болып табылады. Олар тері саулығы мен созылғышына жауап береді. С дәруменіне бай, сонымен қатар С дәрумені иммунды және жүйке жүйесі жұмысына қатысады. Яғни ол ағзаның қорғаныс функциясын қорғайды. Төртінші, брокколи. Ғалымдардың айтуынша, құрамындағы В тобы дәрумендерінің көп мөлшерінің арқасында брокколи жүйке жүйесіне жақында әсер береді. Ол ағзадағы зиянды бактериялардың көбеюіне жол бермейді. Бұл көкөнішті уақытылы жеу барлық ағза қызметін жақсартады және оның жастығын ұзартады. Әйелдер брокколиді аптасына 2 реттен кем жемегені дұрыс. Сонда жастығы көп сақталады. Бесінші, ащы шоколад. Шоколад нәзік жандылардың сүйікті тағамы. Алайда барлық шоколад бірдей денсаулыққа пайдалы емес. Ащы шоколадтың құрамында магний, марганец, мыс, мырыш және фосфор бар. Бұл минералдардың барлығы сүйек ұлпасын қатайтуға жауап береді. Сонымен қатар гормонды фонды қалпына келтіруге көмектеседі. Бірақ ащы шоколадты күніне 25 граммнан артық жемеген жөн.